Жылойда жағдай тұрақты, бәрі бақылауда. Аудандық орталық ауруханаға келушілерге де шектеу қойылуда. Емделушілер онлайн түрде кеңес алуға көшті. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жылой аудандық орталық ауруханасында 10 кереуеттік провизорлық стационар ашылған. Сондай-ақ инфекция бөлімінен 2 адамдық 1 бокс, 3 адамдық 2 бокс дайындалып, қажетті құралдармен жабдықталыпты. Қазір халыққа түсіндірме жұмысын күшейтіп, сонымен қатар емханаға қажетсіздіксіз келуді шектеу, басты назардағы диспансерлік есептегі науқастарымыз, сәби, жүкті әйелдерімізді үй жағдайында қарау және телефон арқылы онлайн консультацияны ұйымдастырып жатырмыз. Жалпы ауданда эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Провизорлық стационарда Мәскеу бағытынан келген 1 адам оқшауланған. Тапсырылған тест нәтижесі теріс деп танылды. Сонымен қатар Дубай, Стамбул бағытынан келген 1 тұрғын, Германия, Франкфурт бағытынан келген 1 азамат үй карантинінде жатыр. Күнделікті учаскелік дәрігерлердің бақылауында ешқандай шағымдары жоқ. Күнделікті хабардар болып отырмыз. Жылой ауданының тұрғындарын жалпы жалған ақпаратты таратпау, сонымен қатар жаңа арнайы ақпараттарға сенуге шақырамыз. Сонымен қатар ешқандай қазір алаңдаушылық білдіретіндей ешқандай жағдай жоқ. Жағдай бақылауда, жағдай тұрақты. Ауданда сақтық шаралары күшейтілген. Күдікті жағдай тіркеле қалғанда көмекке келетін мамандар да тағайындалып, арнайы құралдармен қамтамасыз етілген. Сондай-ақ дәрігерлер тұрғындарды тек қажетті жағдайда ғана ауруханаға келуді сұрайды. Сақтанып жүрейік. Асланбек Шығыров, Артур Ботпанов, Атырау телеарнасы, Жылой ауданынан.